Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында ең дәмді, пайдалы сүзбе жасауды көрсететін боламын. Ешқандай лимон қышқылын пайдаланбай, артық затсыз сүзбе жасауды үйрететін боламын. Бізге бар болғаны осындай кефир, яғни айран қажет болады. Егер сізде айраныңыз қою майлы болатын болса, сүзбеңіз майлы болады деген сөз. Ал айраныңыз қышқылтым болса, сүзбеңізде қышқыл болып қалады. Сол үшін қышқыл емес, әдемі айран таңдаңыздар. Айранымызды орташа отқа, газға қойдық. Енді осылай жаймен сары суы бөлініп шығады. Айранды мүлде араластырмаңыздар, себебі сүзбеңіз өте майда болып кетеді. Сары суы бөлініп шыққаннан кейін газымызды баяу отқа қойып, қақпағын жауып, қайнағанша пісіретін боламыз. Қазанымыз қайнаған сәттен бастап шамамен 20-30 минуттай баяу отта қазанның қақпағын жауып қайнататын боламыз. Жиырма минут өткеннен кейін осылай видеодағыдай пышақпен кубиктерге бөліп шығамыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Қайтадан қақпағын жауып 15 минут қайнатамыз, және де астын өшіріп бөлме температурасында осылай суытатын боламыз. Сүзбеміз суығаннан кейін сары суымызбен сүзбені бөліп аламыз. Менде осындай үлкен ситамен бөлемін. Егер сізде ондай сита болмаса, марлемен бөліп алуға болады. Осылай сүзбеден шыққан сары суын сыворотка деп атайды. Оны төгуге асықпаңыздар. Осылай банкіге құйып, мен бөлме температурасында суып, тоңазытқышқа салып қоямын. Оны түрлі жағдайға пайдалануға болады. Лимон қышқылынсыз жасалынған сүзбеден шыққан осындай сывороткадан, яғни сары судан түрлі асқазан ауруларына ем деп айтсам болады. Сүзбеміздің артық сары суын шығару үшін үстіне салмақ қойып, осылай видеодағыдай қойып қойсаңыз болады. Шамамен 2 сағатқа бізде осындай әдемі, өте дәмді, пайдалы сүзбе дайын болды. Менде 3 литр айраннан 650 грамм сүзбе шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.